Сәлем қыздар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз ванильный капкейк жасаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа, қант қажет. Оны жақсылап миксерлейміз. Бұл жерде осы процеске жақсы көңіл бөліңіздер. Миксерлеген кезде біздің массамыз осындай аппақ болып, 2 есеге, 3 есеге көбею керек. Және үстіне қаймақ қосамыз. Сосын тағы да миксерлейміз. Бұл жерде өте көп миксерлеудің қажет жоқ, себебі массамыз төмен түсіп қалуы мүмкін. Оның үстіне раздражитель салып, міндетті түрде қыздар електен өткізіп саламыз. Онда 2 рет 2-ге бөліп салсаңыздар болады, електен өткізіп, және сұйық майды қосып, осылай миксерлеп аламыз. Біркелкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Осындай капкейкке арналған капсулаларымызды қойып, 1 столовый ложкадан әр капсулаға қойып, қызып тұрған 180 градус пешке салып пісіріп аламыз. Бұл жерде енді кремін дайындаймыз. Творожный сырға қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Үстіне салқын сливкемізді қосып, бұл жерде ескере кететін жағдай, қыздар, сливкемізде, творожный сырымызда өте салқын болу керек. Яғни холодильниктен алынған осылай біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Осындай комок болмай, әдемі пышный крем шығады. Осындай бір М деген насадканы қолданамыз. Конъюнктивный мешокқа салып, кремімізді ішіне салып, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша осылай гүлетіп, әртүрлі формада істесеңіздер болады. Мінекей қыздар, креміміз өте әдемі шықты, біркелкі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Алдағы уақытта өте көп рецепттер және лайфхактар шығады.